Жилетімізді тікпес бұрын бірінші лекаламызды құрап аламыз. Осыны лекаланы шығарған кезде, мына бірінші бетінде 5-5 деген тестовый квадрат болады. Лекаланы шығарған кезде міндетті түрде осыны сантиметрмен өлшеп тексеріп аласыздар. 5-5 шығу керек. Енді одан кейін бетінде, бірінші бетінде осы барлығы қай детальдары, қай бөлігі қай жерде орналасқандығы көрсетілген. Осыған қарап лекаламыздың бәрін түгел жабыстырып құрап аламыз. Осы құрап алғаннан кейін енді матаға пішетін кезде қазір көрсетемін. Барлық қайсысы қанша бөліктен, қандай матадан пішетіндеріңіз лекалада жазылған. Осыған қарап пішіп шығамыз. Матамызға келетін болсақ, мен осындай Милана матасын алдым. Астарына бамбук, осындай бамбук матасын осыдан пішетін боламын. Енді жилетімізді егер формасын қатты қағиғанын қаласаңыздар, матаны дублерин деп алсаңыздар болады. Мен осы дублерин емеймін. Осы қалпы жетеді, осы күйі пішетін боламын. Енді матамызды толық үтікке басып пішкенге дайындап аламыз. Енді мынау лекалдарымызды осылайына қойып аламыз. Мына көп бөлшегі бізде бір бөліктен, сол себепті мен осылайына пока пішпей тұрамын. Мына 2 дана дегендерімізді, міне 2 дана, мына жаны қосатындары осылайына неше бөлік пішкен. Мына бір шеті бізде ізгип, артқы бойымыздың бір бөлігі бүктеме осылайына бітетін. Мына мойны аптачкасы осы бөліктерді міне қойып пішіп қиып алам. Одан кейін матамызды бізде бір бөлік дегендер бар. Алдында мысалы айқасып тұрады бізде мына жилеткамыз. Бір беті мынандай, екінші беті мынандай. Осыны айқасқан беттерін бір данадан пішеміз. Сол бір данадан пішетіндерімізді қазір қиып алғаннан кейін барып матаны екіге ашып, сол кезде бір данадан қиып пішетін боламыз. Қазір мынау бізде матамыз екіге бүктелген, мынау кромка бет, мынау енінен екіге бүктелген. Осыны пішіп алатын боламыз. Мына бөлшектеріміз пішіп алдық. Енді матамыздың бір қабатын алып, мынау бір бөліктен пішілетіндердің барлығын осылайынан, мынау детальдарды қойған кезде осылайынан жазуларын өздеріңізге қаратып қойып пішіңіздер. Мынау былайынан тұрып пішілмесін. Именно осылайынан бір бөліктердің, мысалы тіккен кезіңізде екінші бетіне теріс қарай айналып қалмау үшін осылайынан, дәл осылайынан қағаздағылай қойып пішесіздер. Міне бір бөлік подборд, мына екеуі астарымен, мына осы алдыңғы бойы. Осыны пішіп аламыз. Одан кейін екінші бетінде қалған бетінен мынаны ізгипке қойып басқасын пішетін боламыз. Мына қараңыздар, барлық бөлшектеріміз пішіп алдық. Мынау артқы бой, мынау артқы бойдың жаны, мынау астары, артқы бойдың астары, мына жерге келетін бөлік. Бұны біз негізгі матадан пішеміз. Енді мына жақтарын, қазір астарын, тағы бөлшектерін айтатын болам. Мынау артқы бойымыздың басқасы, осы жерге жалғанады, бүктеме пішіп алдық. Мынау алдыңғы бойымыз, екі алдыңғы бойымыз бір бөліктен, мынау алдыңғы бойдың жаны, бұны қазір мына жерге осылайынан тігіледі. Енді мынау подборды алдының, астарының мына жері. Жилеткада мына жерде астарыңызда подборд болады, екі жағына кішкене қолтық ойынысын формасын жақсылау үшін осылайынан негізгі матадан пішеді. Енді қараңыздар, мынау алдыңғы бойдың жаны негізгі және астар мата деген. Одан кейін артқы бойымызда да негізгі және астар мата деген. Осы біз негізгі матамыз пішіп алдық. Енді дәл осы бөліктен астарды да пішетін боламыз. Осы 2 дана, сосын артқы бойымызда да астар бар, басқа деген жерінде. Осы 3 бөлік. Одан кейін мынау бізде алдыңғы бой ортасы деген бар. Осы артқы бойдың астары деген бар. Осы 3 дананы астар дегенімізді, астарын қазір пішіп шығатын боламыз. Енді мына бөліктеріміздің барлығын бір шетке алып қоямыз. Мынау кәдімгі астар матамыздан осы бөліктерді пішіп шығатын боламыз. Енді астарларымызды пішетін боламыз. Мына жерде бізде спинкасы и спинканың асты басқасы. Осы екеуін ізгипке қоясыздар астар матаға. Бізде астар матаның, бамбук матаның ені 3 метр болады. Өте енді, осыны матаңызға ыңғайлап кішкене қойып аласыздар. Бізде осы жерін екі ізгипке қоятын жерін пішіп аламын. Одан кейін 2 бөлік деген жерін осылайынан пішемін. Менде мата 2 қабат. Енді осы жерге келген кезде мына жерден кішкене қиып аламдағыны
2 дананы мына бір бөлік дегендерді бір қабатпен пішетін боламын. Міне осы бөліктерді астарын пішіп шығамыз. Міне барлық бөлшектерімізді пішіп алдық. Енді келесі бөлімде жилеткамызды тігетін боламыз.